Жедел, сен менің заттарымды ұрлап кеттің ба, не? Жоқ, Батыржан, сен мені дұрыс түсінбедің. Солай ма? Жарайды, онда Жедел, мен қас келем, сен осында тұра тұр, аха. Жарай ма? Все. Камера менікіне ұқсайды екен, бірақ мынада бәрі де менікінен алмайды. Жарайды, сен уақытша алған шығарсың. Жарайды онда. Мен кеттім онда. Давай, Жедел. Осында боласың ғой, келем мен, аха. Все, давай. Осында бол, үйінде бол. Так, Жедел, сен солай мен заттарымды ұрлап кеттің, не? Так, бұнда полиция, так, қайда нөмірі? Міне. Таптым, аха, все, так, аха. Алло, полиция ма? Алло, бұл полиция қызметкері. Сізді не мазалады? Мені мазалады, менің көршім менің заттарымды ұрлап кетті. Яғни, мен заттарымды ұрлап кетті. Короче, ол мен имуществом. Біздің ауыл 76-шы ауыл. Тез келесіз ғой, 15 минут болады, қас келеміз. 15 минут өткеннен соң. Бұл полиция қызметкері, есікті ашыңыз. Наконец-то келді полицияларға, көп күттім, баг 15 минут. Саламатсыз бе? Саламатсыз ба, сіз ба полиция қызметкерлерін шақырған? Мен, мына көршім мені тонап кетті, былайша айтқанда, жүріңіз, өтіңіз. Полиция қызметкері, мына кісі мені бүкіл заттарымды, мынаның бәрі менікі, осының бәрін ұрлап кетті, бір сөзбен айтқанда. Демек, бұл кісі сіздің заттарыңызды ұрлап кетті, Дұрыс түсіндіңіз. Және де менің рұқсатымсыз бәрін алып кетті. Не, Батыржан, сен полицияны шақырғансың ма? Кешіріңіз деп өтініш. Сіз Батыржанның заттарын ұрлағаныңыз үшін белгілі бір суммада штраф төлейсіз, және де бүкіл заттарын қайтарасыз. Жақсы төлеймін. Сонда сіз Жеделді түрмеге отырғызбайсыз ба, бір белгілі уақытқа? Мысалға, мені рұқсатымсыз алып кеткен үшін бір күнге, 2 күнге. Жоқ, ондай бізде жоқ. Егер де ол кісі сіздің заттарыңызды сындырып қойса, онда алып кетуші едік. Егер бәрі дұрыс болса, онда алып кетпейміз. Батыржан, ойындама, бүкіл жері дұрыс істеп тұр, және де орындарын сынбаған компьютерін бәрі істеп тұр. Онда бәрі дұрыс істеп тұрса, Жедел, онда бұрынғыдай бәрін өз орындарына қоясың. Жарай ма, Жедел? Жақсы, Батыржан. Егер де іс шешілсе, онда мен Жеделмен оңаша қалдырсаңыз. Іс шешілді деген айдамын. Жарайды онда, мен кете берейін үйіме. Жақсы, онда, жауап қойын. Вроде болды. Енді Жедел бұндай іске енді тағы да бармайды деген ойдамын. Қазір изумрудта барғандағы көп. Изумруд демекші, Жедел маған штрафты қашан төлейді, айтпақшы. Соны барып біліп келмесем, полиция қызметкері, мен үйге кірсем бола ма? Айтпақшы, бағанағы штрафты Жедел маған қашан төлейді, айтсаңыз. Дәл қазір төлей берсе болады. 1,5 стак сізге төлеу керек. Жақсы, қазір төлеймін. Қазір кішкене күте тұрыңыз, тауылайын олар қайда инвентарымда. Міне Батыржан ал. Все, рахмет, Жедел. Жақсы, онда сіздерді мазаламай қойын. Мен кеттім. Енді менде 1,5 стак бар. Бұған мен не алсам болады? Новый ноутбук алайын ба? Ойлан, не алсам болады? Бұған не алсам болады? Сайттардан көрейік. Новый кроссовки? Жоқ, ол маған бесполезно. Может, үйдің арендасын төлепсің? Жоқ. Может быть, өзіме новый микрофон алсам ба? Осы болады. Арада 2 сағат өтті. Жедел маған айтпақшы, бағанағы заттарымды қойдым екен орнына, соны бар көріп келмесем. Тез оргек. Қоймаса енді білмеймін оған. Все қойыпты. Жарайды, енді бір тексеріп шайық. Бірінші камера орында, екінші де орнында. Бәрі дұрыс, компьютер орында, орындық орында. Все, вроде бәрі болды. Енді, кішкене айналайын. Все, әдем істеп тұр бәрі. Вроде болды, енді үйге барайын қой. Тез үйге барып, кішкене компьютер көру керек, ата шаршап кеттім. Менде компьютер емес, ноутбук екен ғой. Все, үйге келдім.
Мен шетелден бұндай шығады деп ойламадым. Бірақ олардан бұдан да қиындар шығуы мүмкін. Так. Не бар? О, мына киноны көріп тастамасам қызық сияқты ғой. Арада 2 күн өткен соң. Батыржан, есікті ашшы. Біреу тоқылдатып тұр ма? Так, барып есікті ашып басам. Так, оп. Жетел, сен ба? Не үшін келдің маған? Батыржан, мені алдыңғы істеген ісім үшін өтініш кешіресің ба? Кешірші өтініш. Жетел. Мен, жарайды. Ойланып көретін сияқтымын. Бірақ онда енді екінші рет вообще қайталанбасын. Жайды ана жетел ойланып көрім. Так, жетел екен ғой бізге кеп тұрған. Так. Фух, бүгінге мен өте көп шаршадым. Так, кішкене ұйықтап алайын. Келесі күні. Мен ұйықтайым деп бір күн ұйықтап қойып, мотек далаға шықпасам, емай басым ауырып кетті ғой. Жетел, тағы не болды саған? Батыржан, өтініш мен кешірші алдыңғы істеген ісім үшін. Жарайды жетел, мен сені кешіремін. Айтпақшы жетел, сені жаңадан компьютер алды дей ме? Иә, жаңадан компьютер алдым. Соны маған дұрыстап істеп көрсетпеші, өтініш, мен түсінбей жатырмын компьютерде. Компьютер дейсің ба? Компьютер деген не ол? Әшін сән ғой маған істеу деген. Шақа көмектесем. Кеттік онда. Аяғым тұстап, емайы. Ишак жетел, менен ос кеттім ба не бірінші? Емайы. Батыржан, мен сенен бірінші көріп қойдым. Жарайды. Так, чотам мұнда не? Алдыңғы программалар ма? Приложениялар. Жарайды, творческий студия қас бәрін істеп берем. Так, айтпақшы сенде неше FPS? Менде сенікіндей 80 FPS болды. Дәл сенікінде компьютер. Менікінен прямо айнымайды. Дәл сол модель. Так, мұнда саған уже кейбір приложенияларды скачать еттім. Так, енді творческий студия кішкене үстіге көтерейік. Так, аха. Так, все болды. Кім аты кім еді? Жетел. Бәрін істеп қойдым. Друг деп айтайын деп жатырмын ба? Так, все, жетел, бәрін істедім. Менде бұрынғыдай видео түсіре аласың монтаждап. Жақсанда жетел, мен неме бара берейін. Мен ұйықтап отырмын просто. Так, айтпақшы, ұйықтайын ба или қайтадан видео түсірейін ба? Жарайды, ұйықтайын. Так, кішкене ыңғайланып алайық. Все. Ұйықта, Батыржан, ұйықта.